Жалпы сол Зайсан ауданынан, Зайсан қала деп айтамыз ғой, қаласынан келіп Өскеменге концерт беру деген өзі үлкен шаруа деп ойлаймын. Осындай ауылдан, осындай бауырларымыз шығып, қалаға келіп, қазақтың дәстүрін әкеп, өнерін көрсетіп, халықтың көңілінен шығып жатса, ол өнері мықты Наурызхан бауырымыздың болашағынан үлкен үміт күттіретін өнерпаз деп есептеймін өзім. Шығармашылық жолым осыдан 10 жыл бұрын басталған. Шығармашылық жолда бірнеше өзімнің авторлық әндерім бар. Көбінесе орындаушымын мен, орындау жолында жүрмін. Бұл кешімнің жан әкем жүрегімде деп аталу себебі әкемнің қаны арқылы, анамның сүті арқылы дарған қасиетім бойымдағы. Әкемде бір қағары бар еді, қара домбырасын қолына алып, бір қағары өлең айтатыны бар болатын. Сол себепті сол кісіден жұққан жалғыз маған жұққан қасиет, сол себепті мінекей 2 жылға аяқ басып қалды, әкемнен айырылғалы. Сол әкемнің аруағына мінекей ұлыңыз сізді өшірмейді, атыңызды мәңгі өшірмейді деген мақсатпен қойылған концерттің тақырыбы болатын. Бұл концертке Шығыс Қазақстан облыстық филармониясының Байжігіт атындағы қазақ ұлт аспаптар оркестрі қатысып жатыр. Онымен қоса әлем сазы вокалдық ансамблі қатысып жатыр. Онымен қоса мінекей осы филармонияның әншілері Арника қарындасымыз, Байбосынова Арника қарындасымыз, Ерасыл деген күйші ағамыз барлығы қатысып жатыр. Сонымен қатар менің концертімде бұл кісілер атсалысып, өнерде бірге ортақтасып жатырмыз. Себебі бір терінің пұшпағын бірге илеген жандар едік.